Үйде ет, ұн бар, қандай тамақ дайындасам екен деп ойланып отырсаңыздар, осы тамақты жасауға кеңес беремін. Дайындалу жолы өте оңай, құрамы қолжетімді, дәмі өте ерекше. Ең алдымен қамырын дайындап аламын. Ол үшін жылы суға тұз, сұйық май, ұн салып, қамырын илеп, бөлме температурасында 15-20 минут қоямын. Осы аралықта салмасын дайындаймын. Барлық салмасын ұсақтап, кубиктап турап шығамын. Қолдауларыңызды білдіріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Салмасын дайындап болғаннан кейін дәміне қарай тұз, бұрыш және паприка қосып араластырамын. Енді қамырымды кішкене бөліктерге бөліп, қалыңдығын өте жұқа етпей сантиметрі шамамен 5-7 сантиметр болатындай қылып жазып шығамын. Осылай етіп жазып алғаннан кейін кесенің ішіне салып, оның ішіне салмасын саламын да бетін жабамын. Дәл осы видеодағыдай астын толықтай жабамыз. Және де осындай қамырдың кішкене ғана бөлігін алып қалдым. Оның көмегімен ыдысымыздың қақпағын әсемдеймін. Кесе қуырдағымыз осылай болып дайындалады. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағуды ұмытпаңыздар. 200 градус пеште 40 минуттай пісіріп аламыз. Қамыры деген жұмсақ, өте дәмді болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған мен Назерке. Назарларыңызға көп рахмет.